Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. Бүгін біз Солтүстік Қазақстан облысының және Қызылжар орталық мешітінің бас имамы Әділбеков Хамзат Қажымұратұлын студиямызға шақырып отырмыз. Хамзат имам, қош келдіңіз. Бүгін біз негізі талқылайтын мәселелеріміз, сұрақтарымыз өте көп. Дегенмен жаңағындай сұхбаттың басында жалпы өзіңіздің өмірбаяныңыз, біліміңіз, еңбек жолыңыз жайлы сұрап кетсек жақсы болар еді. Сол үшін жалпы өзіңіздің туған жеріңіз жайлы айтсаңыз, өзіңіз қай жердің тумасыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біріншіден осы орталыққа шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Бүгінгі енді сіздердің теле бағдарламаларыңыздың түсірілімдеріңіздің қонағы болып отырмыз. Енді сұрағыңыздың кіріспес ретінде жалпы өзіңіз жайында бір қысқаша айтып өтсеңіз. Жалпы енді туған жерім осы Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Шолақөзек деген ауылда туғанбыз. Қазақ ауылы. Кезінде алпыс үй Шолақөзек деп атайтын, сондай бір сөз болатын да. Қазір енді өкінішке орай ол ауылдың осы 1-2 жылда ол ауылда көшіп кететін түрі бар. Жалпы 2-3 үй ғана қалды қазірдің өзінде. Енді сол алғашқы білімімді, енді бұл діни білім емес, енді мектептегі білімнен бастау керек шығар деп ойлаймын. Алғашқы енді мектеп табалдырығын ауылдан аттадық. Ауылда бізде бастауыш мектеп болды. Ауылдағы ең алғашқы сол бізге кітап үйреткен Ләззат деген апайымыз болатын. Ол кісі сол кезде енді бітіріп кетіп жатқан жас, үлгерген қыз болатын. Сол біздерге өздерінің баласы секілді қарап, біздерге ең алғаш әріп үйреткен сол кісілер. Кейін сол бастауыш мектептен кейін басқа да мектептерде оқыдық. Егіндіағаш деген ауылда оқыдық көршілес. Енді барып келіп оқитынбыз да, жаңа автобуспен, ол кезде 10 жастағы баламыз. Енді ол кезде мектепте алтын апайларымыз болды, біздің класс жетекшіміз болған. Бізге енді сабақ берген. Кейін Карасевка мектебінде оқыдық ары қарай, 7-ші сыныптан ары қарай. Енді мектепте жақсы оқыдық. 8-ші сыныпқа дейін таза 5-пен оқыдық. Тіпті әлі күнге шейін, енді ол кезде тәуелсіздік алған кездері ғой, сол әлі күнге шейін анау Лениннің басы бар грамота беретін, жаңағы 5-пен бітіргендерге. Сол грамоталарым әлі де қарап отырсам, былтыр үйде сол әлі бар екен, сол 1-2-ін тауып алдық. 8 енді ары қарай енді 8, 9, 10 жоғарғы сыныптарды енді 4-пен 5-пен оқыдық. Жалпы енді мектепте үздік оқыдық. Кейін мектептен кейін сол жылы 2001 жылы бітірдім мектепті. Сонда үлкен бір не болды. Жалпы хабарлама, енді ол кезде қазіргідей енді әлеуметтік желі жоқ, хабарлама тез тарататын. Ол кезде негізі енді теледидар және газет қой, негізінде газет оқиды ол кезде кісілер. Сол газеттен хабарлама шықты. Хабарлама осындай Алматы қаласында 2 президенттің келісімімен, Нұрсұлтан Назарбаев және Хусни Мубарак Мысыр президентінің келісімімен осындай үлкен бір діни оқу орын ашылайын деп жатыр деген үлкен бір неге хабарлама жазған екен. Сол хабарламаны енді мен газетті енді ол кезде оқымаймыз. Баламыз ғой енді. Баламыз дегенде енді қызықпаймыз газетке. Біздің әкеміз бар, әкеміздің ағасы Қайрат деген кісі. Сол кісі енді әр үйдің өзінің бір үлкені болады ғой. Үйдің үлкені, ақылшысы болады. Біздің үлкеніміз сол атамыз дегенде, мен әкемнің ағасын ата дейміз. Қайрат деген кісі болады. Сол кісі келіп, сол мектепті бітірер 1 жыл бұрын соны жалпы айтып жүретін, сені бір оқуға түсірем деп, діни оқуға түсірем деп айтып жүрді. Соны бір құлаққа сіңіре беретін. Басында енді Бұхараға апарам деді, анда апарам, мында апарам деді. Ол кезде ол кісінің бүкіл несі енді жағдайда болды. Бүкіл енді сол кісінің міндет секілді болды, енді үйдің жағдайын, үйдің бала шағасын оқыту. Бірақ енді Бұхара алыс көрінетін біздер үшін. Бұхара деген сол бір алыс, Өзбекстандағы бір қала секілді. Енді біз шыны керек сол уақыттарда өзіміздің облыстан асып көрмеген баламыз. Енді біздер үшін ол бір қиял ғажайып ертегі секілді болатын. Бірақ енді Алланың қалауымен өзіміздің Қазақстанда сол 2001 жылы сол Нұр-Мубарак университеті ашылды. Сол университетке түстік. Сол университетте оқып алғашқы діни білімді сол университетте алдым. Сол Аллаға шүкір, енді университетте енді үздік оқыдық университетте. Тек бір немен ғана шектелмей қосымша сабақтарды алдық. Сол енді діни білім бұл жерде сол 2001 жылдан басталды діни білім. Енді оған дейін әкеміз енді ауыл молдасы секілді болатын. Әкеміз ауылда енді өзі намаз оқып, Құран деген Құран әріптерін, арабша әріптерді ол кісі сол төтеше жазуды үйренген. Өз бетімен үйреніп, кейін маған үйреткен. Сол ең алғаш сол әкем үйретті мен жалпы арабша жазуға. Кейін Нұр-Мубаракқа түскеннен кейін ары қарай діни білімді жалғастырып, Нұр-Мубаракта енді
біз 4-ші курста оқып жүрген кезде 3-ші курстың соңында оқуға шақырды, Мысырға шақырды, Ливияға шақырды. Кейін енді мен үшін енді Ливия бір ұнады, өзімнің кейбір шарттарым, жалпы нелеріме өзім дөп келді. Ұстазымыз сол Ливиядан болды, Ливияда оқып келген ұстаздар келді. Кейін сол Ливияға оқуға барып, сол жақта оқуға қабылданып, сол жақта оқып тамамдап, сол жақта қызмет атқардық. Кейін жалпы өмірбаянның, жалпы діни білімнің бастамасы осы негізінде. Сол жақта аяқтап 4 жылда бітірдім, кейін магистратура оқыдым сол жақта 1 жыл. Одан кейін сол елде аудармашы болып 2 жыл қызмет атқардым елшілікте. Негізгі менің былай тұлға ретінде деп айтсақ бола ма, әлде жалпы мынау біз енді ойлаймыз ғой, арабша былай араб елінде жоғары оқу орнын бітірген кезде арабша еркін білем деген секілді. Бірақ нағыз аударма жұмыстарына кірген кезде мүлдем басқаша екен. Ол аударма жұмысы енді өйткені ол газеттің тілі бар, телевидениенің тілі бар деген секілді ғылыми тілдер бар. Аллаға шүкір 2 жылда көп тәжірибе жинақтадым сол елшілікте. Кейін елге келіп, діни осы қызметімді осы біздің Қызылжар орталық мешітінде 2012 жылдан бастап ұстаз ретінде бастадым. Осы Аллаға шүкір осында 5 жылдай қызмет атқардым. Кейін ары қарай діни басқармада қызметімді жалғастырдым. Сол 3 жылдай қызмет атқардым сол діни басқармада. Кейін сол Астана қаласында бұрынғы енді орталық мешіт деп атайды, Ғылмани мешітінде бас имам болып істедім 1 жылдай. Кейін 2021 қазан айында осында қызметке ауыстым. Осы бас мүфтиіміздің бұйрығымен Солтүстік Қазақстан облысының бас имамы болып, осы жаққа қызмет бастап, осы уақытқа шейін қызмет жасап жатқан жайымыз бар. Ал сіздің жалпы Ливиядағы өміріңіз жайлы сұрақ қояйын дегенмін. Жалпы сол жерде қызмет атқарғанда бұл зайырлы қызмет болды ма, әлде діни қызмет болды ма? Жоқ, бұл жерде зайырлы. Біздің Қазақстан елшілігінде, енді ол кезде елшілік деген үлкен ауқымды неде болған жоқ, дипмиссия дейді, жаңа дипломатиялық миссиясында аудармашы, енді негізгі нем қызметім аудармашы, комендант, яғни аудармашы қызметін атқардым. Енді бүкіл қағаздар, іс қағаздарын бәрін аударатынбыз, негізі аудармашы болатынды. Сол аудармашылықтан сол жерде енді бұл біздің зайырлы емес, бұл жерде мемлекеттік бағытта біз, бірақ бұл жерде енді біз арнайы дипломатиялық не алған жоқпыз, шен дейді ғой жаңағы. Оны біз ол алу жөнінде ұсыныс барды. Негізінде мен бағытым сол жақпен кетіп қояр едім негізінде. Енді ол жақта сол 2019 жыл сол соңында оқу бітіргеннен кейін соғыстар болып кетті, өздеріңіз білесіздер. 2011 жылдары сол елге қайтуға мәжбүр болдық. Әйтпесе енді ол сол жақта қызмет сол жақта жалғасып жатқан негізінде. Сол дипмиссия жағында енді Алланың қалауы шығар, осы жаққа біз келіп дін қызметін жалғастырдық. Негізі осы сұрақ туындап тұрған еді, осы имамдыққа қалай келдіңіз деген сұрақ. Имамдыққа енді имамдық деген әрине ол бір әр адам әртүрлі жолдармен келеді ғой имамдыққа. Біздер үшін бала кезімізде енді ол Аллаға шүкір қазақ жанұясында өстік, Құран оқитын мұсылман жанұясында өстік. Сондай бір дінге намаз оқып, бала кезімде намаз оқыдым деп айта алмаймын. Енді айналамыздағы аталарымызды көрдік, басқа да кісілер көріп өстік. Бірақ енді жаңағыдай себептер болды. Енді ол арабша, енді ол кезде арабша үйрену деген нәрсе ол бір не ғой, бір әркімнің қолынан келмейтін нәрсе ғой. Сол кезде сол әкеміз, сол енді Алланың бір несі ғой, сол кезде не арқылы, газет арқылы үйренген ол кісі арабшаны. Жазу біледі, арабша жазу, енді өте зерек кісі ол кісі. Сол кісі маған үйретіп, енді соның себебінен ары қарай қызықтым, енді ол тілге, араб тілін үйренсем ғой, енді ол бәрі ағылшын тілін көбі біледі, енді ағылшын тілін ешкім не алмаймын, сол араб тілін үйренсем ғой деген бір арман болатын да. Сол арманды мүмкін сол әкеміздің ағасы көрді ма, байқады ма, осы жолға түсуіме негізінде жақындарым, әке-шешем, әкем, туыстарым себеп болды. Ал енді жаңағыдай оқып жүрген уақытыңызға қайта оралсақ, мысалы Ливиядағы, жалпы қандай қиындықтармен тап болдыңыз? Өзіңіз жас баласы ол кезде, жаңа жер, жаңағыдай шетел болғандықтан, өзінің жаңа тілі бар, дәстүрлі бар, өзінің жаңағыдай заңдары бар. Енді жалпы енді біріншіден Аллаға шүкір, ондай бір қатты қиындықтар тап болдым деп айта алмаймын. Енді біріншіден Аллаға, екіншіден әке-шешемізге, әке-шешеміз енді өте ауылдың адамдары болатын да, қарапайым, сол бүкіл жаз бойы
шөп шауып жаз бойы бүкіл мал өсіріп сол малын сатып оқытты ғой енді біздерді шыны керек. Ондай бір қатты бір қиындық көрген жоқпыз. Бірақ тіл жағынан әрине біз бір енді қиындық деп айтуға бола ма оны, бір барған кезде сұрайды, қайдан оқып келдің деп сұрайды. барған кезде бірден емтихан алмайды ғой, бір дайындайды сені, жаңағы емтихан жаңағыдай алып, кейін сен дәрежеңді, деңгейіңді анықтайды, сен қандай деңгейдесің. Енді ол жерде бастауыш деңгей бар, мүлдем жаңадан бастайтын деңгейлер бар. Одан кейін 2 жылдық колледж секілді бар. Егер сен арабша оқып келген болсаң, арабша білсең, біраз деңгейде, өзің ойыңды жеткізе алатындай, жаза алатындай деңгейде, онда жаңағы колледжден бастауға мүмкіндігің бар. Егер сенің білімің өте жоғары болса, кәдімгідей терең кітаптарды оқи алатындай деңгейде болатын болса, онда бірден университеттен бастайды. Енді университетке түсу енді ол өте мүмкін емес болатын ол кезде. Келдік, біз енді Нұр-Марақтан кейін келдім. Нұр-Марақта біз жан-жақты оқыдық, енді тек қана программаны ғана емес, қосымша курстарға барып оқыдық. Тіпті арабтардың үйіне барып та кей кезде оқитынбыз да, енді ол бізге сабақ беріп жүрген. Тіпті сол неден бастап, оқу орнынан бастап, солардың үйлеріне шейін бірге еріп баратын, сол бір не болсын деп, практика болсын деп, сол бір жарты сағат. Енді Алматының білесіздер, жаңағыдай кептелістер көп болады ғой, жаңағы кей кезде 1 сағаттап тұрып қаламыз. Сол 1 сағат бойы сөйлесіп, кәдімгідей біраз тіл жағынан өзімнің деңгейімді көтеріп алғам сол кезде. Бірақ енді барған кезде қандай қиындық болды. Енді балалар көбінесе 7 жылдап, 8 жылдап жүретіндер болады. Енді оқу деген ол енді Әласқардікі мүлдем ұзақ қой. Ол жақта енді былай жүйеленген, жылдамырақ оқып бітіруге мүмкіндіктер жасалған. Соның өзінде 7 жыл оқу керек ол оқуды. Кейін менен сұрады, жаңағы сол жақтағы қазақ жігіттері, қайда түсейін деп жатсың? Колледжға ма, әлде жаңадан бастайсың ба деп, нөлден бастайсың ба деп. Сосын мен айтамын, университетке түсемін деп қоямын. Жаңағы университетке, күледі, сен айтпай ақ қой дейді, университетке былай ешкім түспеген бұл жақта дейді. Университетке түсу деген ол мүмкін емес дейді. Университетке түсу үшін сен емін-еркін жаңағыдай лекциялар жаза алатындай, түсіне алатындай, конспект жаза алатын деңгейде болу керексің. Сен оған түсе алмайсың дейді, шыны керек. Бірақ енді сол кезде, сол жылы бір не болды, студенттер өте көп келіпті, олар жеке-жеке қабылдау мүмкіндігі болмады ұстаздардың. Жалпы топтамалықта бір топпен жинатты, Имра деген біз диктант жазды әртүрлі тақырыптарда. Сосын бір тақырыпты берді да, шығарма жазды. Сол шығарма арқылы бір қызығы, сол шығармалардың бір 4-5 тақырыпқа дайындалғам. 4-5 тақырыпқа дайындалғам. Сол мен дайындалған тақырып шығармада келіп тұр ғой. Келіп соны дәл жаттап алғам, былайша айтқан кезде. Соны жазып бердім. Сосын енді ойлап тұрмын, енді бірақ енді шынымен ойладым, неге түссем жақсы болар еді, жаңағы колледждің 2-ші деңгейіне түссем жақсы болар еді. Колледжді бітіріп, дипломын алып, елге қайтуға да мүмкіндік бар. Қолда бір диплом болады аз дегенде. Енді көле деген нәрсені университет ойлап тұрған жоқпыз. Сөйтіп бардық, балалармен барсақ, жоқ атым, тізімде жоқ. Колледжға түскендердің тізімінде жоқ. Сосын айтты, ештеңе етпейді, сен неден түскен шығар, бастауыштан бастайсың ғой дейді да. Сөйтіп жаңағы қайтып келе жатқан кезде университеттің қасында не болады, хабарландыру тақтайшасы болады. Соны өтіп барады да, соны қарағам, соңғы университетке түсіп кеттім, соны бірден. Алланың қалауымен бірден университеттен бастадым. Енді оңай болған жоқ. Өйткені басында енді біздің деңгейіміз университеттің деңгейі болған жоқ, бірақ түскеннен кейін жаңағыдай суға кірген жаңағыдай енді кіріп бірінші жылдар енді жаттаумен өттім көп жағдайда. Жаттау жағына көбірек мән бердім, өйткені өзімнің тілдік қорым ондай терең болмады, өз тіліммен жазатындай. Бірақ бірінші жылы қиналды, екінші жылдары сонда қалып оқып, үйге келместен тілдік деңгейді көтергеннен кейін арғай жеңілдеп кетті. Әрине бірінші жылдары қиын болды. Тілдік жағынан, өйткені университеттің деңгейі университет, енді ол жерде өте терең білу керек тілді. Бірақ Аллаға шүкір, сол 4 жылда аяқтап шықтым оқу орнында. Негізі араб тілін осы жақта үйренгеннің өзінде, негізі араб мемлекеттерінде әртүрлі диалекттер бар. Ол өте қиын ғой негізі. Иә, диалектілер бар, бірақ дегенмен оқу бағдарламасы ол неде жүреді? Таза фусха дейді, фусха деген әдеби тілде жүреді. Әрбір елдің диалектілері бар, ливиялықтан диалектілер, біз енді көп араласпағаннан кейін, біз енді студенттік қалашық дейді ғой, жаңағы бөлек орналасты ол жерде. Қала тұрғындармен араласпайтынбыз да, ішінде бүкіл ішінде болатындар, жаңағы оқу орнында, ішінде кітапханасы да, тіпті мынау банк та болатын, ішінде кішігірім жаңағыдай бір банк деген кезде жаңағыдай өзінің жалақысын беретін сол қызметкерлерге сол бір кішігірім бір не дейді жаңағыдай. Соны барып алатынбыз да, ешқайда сыртқа шықпайды. Сол мүмкіндік бар деген, бірақ ішінде бүкіл жағдайларын жасалған. Сондай оқу орын болды. Негізі тыңдап отырмын, енді имамдыққа оқимын, имам боламын деп білім алып жүрген азаматтардың жолы өте қиын екен. Дегенмен оның жаңағындай осындай біраз білім алып,
имам болу оңай емес, себебі осындай білімнен бөлек адамның жақсы мінез болу керек, жақсы жаңағындай үлгілі адам болу керек. Сол үшін мынандай сұрақ туындайды: сіздің ойыңызша нағыз имамға қандай сипаттар сай келеді? Әрине имамды былай халық жоғары бағалайды ғой. Негізінде имамның бойына бір кішігірім қателіктер көріп жатса, оны бір көрсетіп жариялап жатады кей кезде әлеуметтік желілерде. Енді әрине дінге қатысты адамдардың көзқарастары әртүрлі ғой. Бір нәрсеге тоқталғым келіп отыр да қазір. Қарап отырсақ, енді ол тіпті исламды кейбір мұсылмандардың әрекеттерін көрсетіп, қазір енді ислам бөлек, мұсылмандар бөлек. Сол нәрсені білуіміз керек та жалпы. Ислам ол кіршіксіз, таза, ешқандай не жоқ, кемшілік жоқ ислам дінде. Кемшілік ол бізде бар. Имамдық жайында айтып жатсыз ғой, имамдыққа әрине көптеген қасиеттер керек. Әрине ол біріншіден адам, сен имам болғаннан кейін, имам деген сөз алды деген сөз, топтың алды деген сөз. Мәселен, ол жерде қанша, ол жерде алды болу, не нәрседен алды болу керек? Діни білім жағынан болсын, сіз алды болу керексіз. Яғни ол қандай да бір діни мәселесінде, діни болсын, өмірлік мәселеде де, тек қана діни сұрақтарда емес, өмірлік мәселеде де сіз сұрақ берген кезде жауап бере алу керексіз. Ол бір діни, рухани адам ғой негізінде. Өйткені сіз дінді оқығаннан кейін, пайғамбарымыздың хадистерін оқығаннан кейін, ол тек қана Құран, хадис, ол аяттар жеткіліксіз, жан жақты осы біздің осы заманға дейінгі қаншама ұлыларымыз өткен, солардың бәрін өмір жолын оқып, соны сіңіріп, яғни анализ жасап, адамдарға тиісінше, ол рухани дәрігер болу керек қой, бір сөзбен айтқан кезде. Қоғамдағы әртүрлі келеңсіздіктер бар ғой. Енді қазір қарап отырсақ, таза бір экономика, таза білім ғана қазір қоғамға жеткіліксіз деп ойлаймын. Сонымен қатар руханиятты болу керек. Ол адам егер білімі асып жатса, ол білімді жұмсай да білу керек дұрыс жолда. Ол қалай жұмсайды? Егер руханият болмаса, егер имандылық болмаса, ол керісінше теріс бағытта жұмсауы мүмкін алған білімін. Жалпы діни тұрғыда, енді қазір біз отырысымызда бұл еркін әңгіме ғой негізінде. Былай діни тұрғыда да шайтанның өзі ол білімсіз болмаған дейді, өте білімді болған дейді. Ол енді біз діни тұрғыда айтқан кезде. Сол үшін ол жерде таза білімділік жетіспейді, ол жерде тек имамға. Білімді болу керек, сол амалды ету керек, сол біліміне қатысты кез келген мәселеге жауап бере алатындай, немесе жауап таба алатындай адам болу керек. Сосын өмірі енді тек қана өзі ғана емес, жанұясы да қоғамға үлгі болатындай болу керек қой. Өзіңіздің бала шағасымен қарым қатынасы. Кей кезде кейбір имамдарды байқаймыз, кейбір мұсылмандарда байқаймыз, имамдар демей ақ қояйық, кейбір мұсылмандарды байқаймыз, намаз оқушысы да өзінің жанұясымен бір мәмілеге келе алмайды. Сондай бір үйінде бір әрдайым ажырасып жатады кей кезде. Енді ол әртүрлі жағдайлар болады енді, бірақ дегенмен де ол егер өзінің жанұясын реттей алмаған адам, өзінің жанұясымен дұрыс қарым-қатынас құра алмаған адам, ол басқа адамдармен қалай қарым-қатынас құрады, соны да бір ету керек, ойлау керек та. Сол үшін жалпы адамның имам деген сөз ол жан-жақты үлгі боларлық тұлға ғой негізінде. Енді оған әрине кей кезде сол сипаттарға кей кезде келіп жатамыз, келмей жатамыз, кемшіліктер болып жатады. Ол бәріміз бірдей соған бір лайықтымыз деп айта алмаймыз. Әрине ол кемшіліктер болады. Кемшіліктерді жоюға тырысуымыз керек, жұмыс алуымыз керек. Қазір енді бізде өзіңіз білесіз, біздің аталарымыз Ахмет Яссауи, Шәкәрім атамыз, Абай аталарымыз барлығы өзіміз дәстүрлі дінімізде ислам ұстанған адамдар. Бірақ дегенмен қазіргі таңда біздің қоғамда осы қазақты өзінің аталарынан қалған діннен ажырату жаңағы бағыттар, ойлары сондай адамдар пайда болып жатыр. Немесе жаңағындай дәстүрмен дінді ажыратам деген осындай жаңағыдай ойлар пайда болып отыр, адамдар пайда болып отыр. Жалпы осы бойынша ойыңыз қандай? Енді жалпы алған кезде ол дәстүр деген ол кез келген халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан жаңағыдай сүзгіден өткен, заман талабына, заманның қандай да бір әртүрлі кезеңдерінде шыдап берген осындай бір жиынтық қой негізінде. Өмір жиынтығы, өмір сүру салты. Енді оны алып үзіп тастау деген нәрсе, ол өткенімен үзіліп қалу деген нәрсе, ол болашағы адам, ондай адамдардың болашақтары болмайды. Ондай елдің болашағы болу мүмкін емес. Сол үшін ол жерде ол
жалпы діни тұрғыда да енді дәстүрлі дін деп атамыз, бірақ қарап отырсақ дәстүрлі діннің өзінде де әдет ғұрыптың шариғат нормаларында, мысалы хадис, құран аяттары, хадис секілді оның да өзіндік дәлел ретінде бұл іске асады, егер шариғатқа қайшы келмесе. Енді бізде қаншама ғасырдан бері қазақ халқы, қазақ хандығы құрылмай тұрып, біздің бабаларымыз ислам дінін ұстанып келген. Ол енді өзінше ол қазақи ислам деп айтуға болмайды негізінде, бірақ дегенмен де біздің қазақ халқының бүкіл мінезіне қарай, біздің жүріс тұрысына, біздің мынау өмір сүру салтымызға қарай оның бәрі шыңдалып, реттеліп, өзі бір қазақи бір мінез, қазақи ислам қалыптасқандай қазір қарап отырсақ қоғамда. Енді ол бәрі дінмен байланысты, дінмен бір-бірімен тығыз байланысты негізінде. Жаңа Абай жайында айттыңыз, Шәкәрім жайында айттыңыз, оның бәрін қарайтын болсақ, Абайдың бүкіл мынау қара сөздерін оқитын болсақ, негізінде қара сөздерін оқыған кезде шариғат қой, негізі уағыз насихат секілді ғой, адамдарға өмір сүрудің мынау Абайдың мысалы 40 қара сөзін қарайтын болсақ, біздерге қара сөзбен діннің жалпы өмірдің құндылықтарын біздерге түсіндіріп жатыр да жалпы. Енді ол бәрін әлбетте ол немен дәстүрмен дінді бөліп қарастыруға келмейді негізінде, ол келмейтін ұғымдар. Ол құстың қос қанаты секілді екеуін бірге алып жүрген кезде ғана ол нағыз кемелдікке жетеді. Өйткені өзектен айырылуға болмайды ғой мұсылманға. Иә, бұл ақпараттық соғыстың бір құралы сияқты, себебі қазіргі таңда ғаламторда көріп жүрсеңіз, кейбір қазақтың сөздерін бұрмалау да пайда болып жатыр. Мәселен, ұра берсең шайтанды өледі деген сөзді ұра берсең құдайды өледі деген деп шығарып жатыр да адамдар. Ол үшін әрине бұл жастар да ең бірінші осындай, енді интернет кеңістікте қазір білімді жастар көбіне мешітке барып емес, интернеттен алады. Сол үшін әрине біздің өзіміздің салт дәстүрімізге, дінімізге қарсы келетін жаңағыдай идеологиялар, ойлар пайда болып жатыр. Әрине біз өзіміз ең бірінші дәстүрімізбен өзіміздің жаңағы дала этикасын біліп жүргеніміз дұрыс. Себебі енді бұл жерде еркін сұхбат болғандықтан мынандай ой бар да, мәселен үкін қауырсыны деген бар бізде. Біз адамдардан сұрайсыз, осы үкін қауырсыны не үшін қазақтар әлі домбыраға, жаңағыдай сәукелеге, немесе бесікке, көз тимес үшін деп айтады, немесе тағы да басқа өздерінің ойларын айтады. Бірақ негізі ол жерде түсініп отқандай, бұл мәселе практикалық өзінің мағынасы бар. Бұл жерде жаңағыдай бесікке жылан, құмырсқа кіріп кетпесін деп. Өйткені бесік көбінесе жерде жатқаннан кейін, ол жерде қазақ атамыз оның бәрін білген ғой. Әрине, домбыра мәселе, домбыраға не келген, құмырсқа жеп қоймасын деп, немесе басқа да жаңағыдай жәндіктер бар ғой, сәукеле де солай киім, моль дейді, сондай бір жәндіктер бар. Әрине, бұл практикалық маңызға ие. Бірақ оны көбі біле қоймайды. Әрине, біз өзіміздің дәстүрімізді біліп алуымыз керек. Дұрыс, әр дәстүрдің, әр әдеттің жалпы бастау себептері ғой, негізгі себептері мысалы. Кейбір кезде енді ол шыны керек, енді ол бәрі бірдей қазіргі кезде актуалды деп айта алмайды. Актуалдығын жойған кейбір әдеттер де болуы мүмкін. Мысалы бізде мындай нелер бар жалпы. Қандай мысалы? Мысалы қайтыс болған үйге адам үйге дейді жаңағыдай шамды жағып қою керек деген секілді, енді ол біздің неде бар. Қазақи бір дәстүрлерде бар. Енді ол не үшін неге істеген? Өйткені кезінде мынау енді сапарлатып жүреді, көбінесе қазақ атпен жүреді, кей кезде үлгермей қалады. Түнде келген кезде анау адамның сол кімнің үйі екенін білу үшін, үйді ажырату үшін сол нәрселермен жасалған. Енді қарап отырсақ, ол әр нәрсенің өзінің бір түбі несі бар да, мысалы тырнақ алма дейді, кешке тырнақ алма дейді. Болмайды дейді мысалы. Неге? Өйткені енді майшаммен кезінде қазақ атамыз майшаммен отырған, кигіз үйдің ішінде отырғаннан кейін, кигіз үй көбінесе дөңгелек болғаннан кейін, бір неде болғаннан кейін, тамақтар кей кезде мүмкін араласып жатқаннан кейін, ол жаңағы түнде алған кезде, кешқұрым алған кезде көрмей қалуы мүмкін. Қазіргі кезде ондай дәл сондай нелер жоқ қой, мысалы, ондай жағдайлар жоқ қой, жағдайлар өзгерді. Бұл этикаға байланысты. Енді ол бір әр нәрсенің бір түп тамырына кей кезде кейбір әдеттер уақытқа қарай өзгерісті табуы мүмкін. Енді әдет бар, салт дәстүр бар. Енді салт дәстүр ол бөлек нәрсе. Біздегі ақиқа мәселесі сияқты ғой. Бізде мойын омыртқасын өлген кезде көп адамдар ол мойын омыртқасы қатаю үшін деп айтады. Негізі ол жерде этика деген мәселе бар. Жаңағыдай үйге кісі келген кезде мойын омыртқасын көріп, бұл үйде жаңағыдай ер бала бар екен, екі омыртқа ілініп тұрса, қыз бала болса қыз бала дүниеге келді деген ой бар. Оның үстіне мысалға бұл үйде жас келін бар деген сөз. Жақсы өзінің қазақи мағыналары бар да, соны біле қоймайды. Кейбір деструктивті діни ағымдар оны көріп айтады, сіздердің
жаңағы бұл дәстүрлі діндеріңіз шығырыққа кетіп бара жатыр деп сондай мәселелерді қозғайды. Алдаспан айтады ғой, түттетеді ғой жаңағы. Қарап отырсақ көктемде ол бір неше түрлі вирустарды жоятын жаңағыдай бір не ғой, оны бір аластап жатырмын деген секілді тазалаған кезде тазалау ғой ол жерде. Тазалаған кезде оны бір ауаны тазалау, жаңағыдай дезинфекция секілді жаңағы ол бір не түрі кезіндегі бір емдік неде жолда қолданған ғой негізінде. Соны қазір оны жалпы тарихты жақсы білу керек қой негізі. Тарихты, әр нәрсенің басталуын жақсы білмегеннен кейін осындай әңгімелер болады көп жағдайда. Ал қазіргі таңда мысалға сіз енді өзіңіздің қызметіңіз бойынша облысымызда алатын болсақ, жылдан жылға жаңағындай дінге бет бұрған, намаз оқып жүрген жастар көбейіп жатыр. Енді 70 жыл Совет одағының кейін мысалға қазіргі кезде тек қана жастар емес, үлкен адамдар да өздерінің жаңағындай ішкі дүниелерін, жаңағы сенімдерін толтыру үшін жаңағы көбі қайтадан діни практикаға келіп жатыр. Бұл тенденция көптен көп байқалып жатыр, тек қана біздің оңтүстік өңірлерде емес, бізде де жастардың арасында өте көп. Мысалы, жылдан жылға оразадан ұстайтын адамдар көбейіп келе жатыр. Біздің арамызда да жұма намазына адам көп келеді. Сонда мынандай сұрақ туындайды. Жалпы біз жастарды қандай жұмыс жүргізіліп жатыр? Жастар мысалға деструктивті діни ағымдардың бағыттарына кетіп қалмас үшін. Енді жерде жұмыс жүргізіліп жатқан жұмыс емес, жалпы жүргізілу керек жұмыс жайында мысалы айтатын болсақ, қазіргі тек қана Құран жаттау хадиспен ол шектелу болмайды негізінде. Мешіттердің қызметі. Ол мысалы ол бұрыннан көтеру жұмыс, енді қазір ол ақырындап шешіліп келе жатыр, енді бірақ сәл баяу болса да. Бірақ қарап отырсақ, біздің енді солтүстіктегі негізгі мәселе негізінде мынау тіл мәселесі бар, жалпы. Тіл мәселесі бар. Сосын ұлттық код дейді ғой жаңа. Содан бір жалпы қазақилықты көтеру керек қой бұл жақта, шыны керек. Біздің өңірде әсіресе өте қажет нәрсе. Сол орайда енді біздің бір ойымыз, ол тек қана ол мешіттің ғана істейтін нәрсесі емес, ол жалпы ол бүкіл халық болып жасалу керек нәрселер негізінде. Ол жасалып та жатыр ғой енді, бірақ соны бір бірігу керек болып жатыр да. Мысалы қарап отырсақ, біздің осы қазір бір мешіттің маңайларында медресе секілді, медресе емес енді бұл жерде діни орталық деймін, әлде дәстүр, дін мен дәстүр орталығы деп атаса бола ма? Бұл жерде бір тек қана Құран жаттап, хадис жаттап қана емес, Абайдың 40 сөзін жаттап алса, тек жаттап қана емес, оның кәдімгідей түсіндірсе, тіл мамандары бар бұл жерде. Дін мамандары емес, тіл мамандары келіп түсіндірсе, мысалы біздің мешітке келіп жүрген жастарымыз тек қана Құран жаттап қана емес, хадис жаттап қана емес, сонымен қатар Абайдың мысалы 40 қара сөзін жаттап, соны түсініп шықса, қандай керемет мысалы. Шәкәрімнің оқуларын түсініп шықса, арнайы жаңағындай салт дәстүрден сабақтар берілсе, мысалы сіз кейбір мысалдарын келтіріп жатсыз ғой негізі. Бұны көбі білмейді мысалы, көп нелерді. Кәдімгі қазақтың салт дәстүрлерін көрсетіп, оған сабақтар өткізсек, осындай салт дәстүрлеріміз бар. Тіпті мынау ер балаға тән, қыз балаға тән мысалы мінез құлықты қалыптастыратын жаңа бір қол өнер, мысалы тігін мысалы курстар деген секілді. Ол бір қараған кезде жай бір әңгіме секілді болғанмен де, ол қазіргі кездегі қажетті бір нелер ғой, қыз балаларға, ер балаларға қажетті бір амалдардың бір керек нәрселердің бірі. Сол үшін ол жерде қазіргі кезде біздің мынау мешіт айналасында не нәрсе жасау керек? Мешіт айналасында жаңа Құран, ол хадис, ол онсыз да үйретіледі, бірақ сонымен қоса біздің мынау өзіміздің қандай ұлттан екенімізді дәлелдейтіндей, кәдімгідей өзіміздің негіздерімізге қайту керек. Абайға, Шәкәрімға, осы біздің қаншама жаңағындай шешендеріміз бар, қаншама билеріміз бар, олардың әрбіреуінің өмір жолдары бар. Кәдімгідей оқылу керек өз кітаптар бар. Әрбір қазақ оқылуы тиіс кітаптар бар. Мысалы қазір мысалы Абай жолы секілді, мынау кімнің Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұясы, оның бәрін қарап отырсақ тәрбиелік мәні бар. Ол тек қана оқып қана қоймай, оны кәдімгі отырып дөңгелек үстелде талқылап, ол қандай мәні бар, қандай тәрбиелік несі бар, неге бұлай жасады деген секілді. Абай жолын қарап отырсақ, оны мысалы бала кезімізде оқыдық, шыны керек түсінбеппіз бала кезімізде. Қазір мен оқып жатырмын, мысалы 3-ші томын оқып жатырмын қазір. 4 томдық бір несі бар екен, жинағы бар екен. Мүлдем басқаша түсінік қазір. Көп нәрседен былай басқаша қабылдап жатырмын да, мысалы Абай жолының өзін. Сол үшін ол жерде жалпы қазір жастарға керек нәрсе өзіміздің кім екенімізді дәлелдейтін өзекке қайту керек. Қазақ өзіміздің салт дәстүрімізді зерттеп білу керек. Сонымен қатар мынау кезінде ер баланың мінезін қалыптастырған кезде не нәрсе істеген кезінде осы бертінгі 50-60 жылдарға дейін сол нәрсе болған. Ол тоқтап қалды. Батырлар жыры мысалы. Батырлар жыры, Манас жыры бар, Қобыланды жыры бар,
алпамыс бар мысалы, кәдімгі соларды жырларды жаттатқызатын да. Ер бала жаттаған кезде батырлықтың нелерін, әртүрлі нелерін көрсеткен кезде, жаңағы өлең жолдарымен келтірген кезде, сипаттаған кезде батырларды кәдімгі бойына бір рух жинап, ондай бір ол кәдімгі өзінің бойында бір басқаша бір жігіттік бір мінез қалыптастыратын. Ол нәрсенің бәрі үзіліп қалып жатыр ғой, мысалы қарап отырсақ. Соларды қайтадан көтеру керек секілді, сол бес қасыр жырлайдың қайтадан көтеру керек. Көп шаралар жұмыс жасау керек негізінде. Көп нелер әлі жасалатын жұмыстар өте көп. Ал негізі енді мынау дінге жаңадан келіп жатқан азаматтар бар. Соларға қандай топ 3 кітап кеңес берер едіңіз оқуға? Енді жаңадан дінге келді. Қызық болу үшін мысалға әртүрлі кітаптар бар. Бізде мысалы өзіміздің ұстаздар жазып жатқан кітаптар бар. Сондай қандай кеңес берер едіңіз? Енді бұл жерде әлбетте әр адамның өзі несі әртүрлі болады. Әр адамның қызығушылығы әртүрлі болады жалпы. Бірақ енді жаңадан келіп жатқан адамдарға мысалы адам иман негіздерін қалыптастыру керек қой. Иман негіздерін қалыптастыру керек. Бізде иман негіздері тақырыптарында жалпы иман сенім тақырыптарында жазылған кітаптар көп, бірақ соның ең бір жеңіл деп айтсақ бола ма, тілі де жақсы, иман негіздері, Смайыл Сейтбек ағамыздың, ұстазымыздың иман негіздері кітабы бар. Иман негіздері кітабы жаңа бастаушыларға өте жақсы. Сол секілді енді мынау пайғамбарымыздың кез келген сира кітабын оқуға болады, өмірбаян кітаптарын оқуға. Қазір шығып жатқан кітаптардың бәрі енді ол ештеңе ойдан шығарылмайды, ол нәрсе. Ол бар нәрсені аударады, жеткізеді. Мысалы, Гүлмира Өмірзақова секілді басқа да сира кітаптары бар. Мысалы, ол сира кітаптарын оқи отырып пайғамбарымыздың өмірін, пайғамбарымыздың әрекеттерін таниды мысалы. Сол секілді енді ол мынау қазіргі кезде салт, дін мен дәстүр кітабы бар мысалы, шыққан. Бізде 3-ші томы шықты мысалы. Бәрі қазақтың жаңағыдай дін мен дәстүрдің қаншалықты байланысты екенін көрсетеді. Енді кітаптар өте көп әрине. Келген адамға енді осы бір негізгі 3 кітаптарды нетуге болады, сыйлап оқытуға болады әрине. Оның қызығушылықтары әртүрлі болғаннан кейін мүмкін ол кейбір өзінің жеке бір мәселелер болуы мүмкін, соған байланысты мүмкін тәпсір кітаптарын ұнатуы мүмкін. Қазіргі кезде тәпсір кітаптары да жазылып жатыр, Аллаға шүкір. Мысалға тек қана дінге жаңадан келген адам тек қана кітаптан ғана білім іздемейді. Жаңағы интернетке кіреді, ютубқа кіреді. Ютубтан топ 3 қазақстандық ұстазды қазақ тілінде жаңағыдай уағыз айтатынды айтып жіберсеңіз. Енді қазір бір ұстаз айтсақ, бір ұстазды басқалар ренжуі мүмкін. Өзіңізге жақын мысалға өзіңіз тыңдап жүрген, сүйіп тыңдайтын ұстаздарыңыз болса, 5-ді айтуға болады. Енді бұл жерде әркімнің өзі мінезіне қалай әртүрлі ұстаздарды жақсы көріп отырады. Енді бір ұстаздың екінші бір ұстаз ұнатпауы мүмкін, немесе жаңағыдай бір жеткізуін мысалы қабылдауы мүмкін. Енді қазіргі кезде мынау әсіресе жастар арасында енді өз басым шыны керек көп тыңдаған жоқ, бірақ енді жастардың несін қараймын, жаңағы реакциясын деп. Нұрсұлтан ұстазды көп тыңдайды мысалы жастар қазіргі кезде. Өйткені пайғамбарымыздың сирасын көп айтады. Енді адамдардың қабылдауына қарап нетесі ғой жаңағы. Одан кейін бізде діни басқармада көптеген ұстаздар бар ғой, мысалы. Көптеген ұстаздар бар. Енді біз былай көп қазақша уағыздарды көп тыңдамайды екенмін шыны керек өз басым. Мен жалпы қоғамдағы тыңдайтын адамдарды қарап жатырмын да, соған қарап біз нетіп жатырмыз. Былай енді біз енді жұмыс барысында өзіміздің имамдарды, осы біздің өңірдің имамдарын тыңдаймыз. Бізде өңірдің имамдары жақсы уағыз айтатын имамдар бар. Мысалы енді алысқа кетпей-ақ өзіміздің имамдарды айтсақ мысалы. Бізде мысалы кім Бекдәулет деген имамымыз бар, жақсы айтады уағызды. Кім Мұхаммед имамымыз бар, Абдулла Мұхаммед, ол да жақсы айтады уағызды. Бізде Аман деген ұстазымыз бар, дәрістерді жақсы жүргізеді. Өте былай білімді жігіт. Дәуренбек деген бір ұстазымыз келіп жатыр енді, Алла қаласа, ол кісі де бастайды, Алла бұйыртса. Сосын мынау орыс тілді бізде контенттерде әсіресе мынау қисса түрінде, әңгіме түрінде Арман деген Уалихан ауданының имамы бар. Кісі мынау діндегі мынау дін негіздерін көбінесе мынау әңгіме түрінде, бір қисса түрінде, бір хикмет түрінде айтып жатыр. Енді оны былай көрермендеріне қарап, сол көрермендердің сияпаттарына қарап бағалаймыз ғой. Енді қарап отырсақ, осы азаматтар бар бізде, Аллаға шүкір. Біраз төселген осы біздің солтүстік өңірде енді әжептәуір жаңағыдай несі бар,
енді өзіме ұнайды мысалы тыңдаған алыстан іздеп керек емес деген. алыстан іздеп керек емес иә. Мешіттерге барып, жаңағы имамдардан, М. өзіміз ұстаздарымыздан білім алуға да болады. Хамзат имам, енді біз тәмамдап жатырмыз. Соңғы сұрағымыз, жалпы Соңғы сұрағымыз демей ақ қояйыз енді. Ақырғы сұрағымыз. ақырғы сұрағымыз. Ақырғы сұрағымыз, иә. Дұрыс айтасыз. Жалпы қазіргі таңда біздің қоғамда бір үлкен мәселелердің бірі ол ажырасу мәселесі. Өте көп. Бұл жағындай өзіңіз байқап жатқан шығарсыз, енді біздің аталарымыз бар, апаларымыз үшін бұл өте табу мәселе ғой. Бұл ажырасу дегеннен мысалы үлкен ұят көретін, қазіргі таңда ажырасу оңай болып кетті. Оның үстіне бізде енді өзін мұсылман деп санайтын азаматтардың арасында да көп. Себебі бізге рұқсат бар, онда жасай берейік, талақ ажыраса берейік деген көп. Өзіңізді отбасыңыз үлкен, осы жастарға деген өзіңіз қандай кеңес берер едіңіз отбасын сақтау мәселесі бойынша, жалпы тәрбие мәселесі бойынша? Енді әрине бұл жерде енді кеңес деп айтсақ бола ма, әлде өмірлік бір тәжірибе ме, жалпы алған кезде енді отбасындағы жанұялар, енді ол біздің пайғамбарымыздың хадисінде де келеді ғой, әркім өзінің баққан нәрсесіне жауапты дейді. Мысалы, енді жауапкершілік деген нәрселер бар жалпы жанұяда. Жауапкершілік ол бірінші кезекте ер азаматтан басталады негізінде. Кез келген жанұядағы мынау жанұяның ажырасуының негізгі себептері, енді кей кезде мынау әйелді қарастырып жатады жаңағы. Дегенмен де ер азамат, негізгі ер азамат жауапты бұл мәселеде. Негізгі ер азаматтың әрекетінен болып жатады көп жағдайда. Енді қалай айтсақ болады? Бір сөзбен, әр адам өзінің міндетін, жауапкершілігін ер азамат ретінде, мысалы, ер адам өзінің жауапкершілігін атқарған кезде, отағасы ретінде не істеу керек? Отағасы ретінде өзінің жанұясын асырау оның мойнында болу керек. Жаңағы бала-шаға ауырса, оның мойнында болу керек. Қандай да бір жағдайда ол жанұя болғаннан кейін, ол ер азамат көбінесе аттың үстінде жүргеннен кейін, сыртта жүргеннен кейін, енді әртүрлі адамдарға кездеседі, әртүрлі жағдайлар болады. Бірақ үйге кірдіңіз ба, бұл жағдайлардың бәрін жаңағыдай сыртқы киімді қалай шешіп тастадыңыз, солай шешіп, сол жақта қалдыру керек те, үйге кірген кезде. Сізді жаңағыдай мейірімді әке, сондай бір көңілді әке деген секілді балалар үшін сондай немен қабыл алу керек балаларыңыз. Ол сіздің жаңа жұмыстағы, сіздер ойламаңыздар, мешітте де ешқандай мешіт не проблема деген секілді. Ол бізге неше түрлі адамдар келеді, жаңағы әртүрлі адамдар болады. Енді адам болғаннан кейін енді бес саусақ бірдей емес қой. Егер соны бүкіл негативті үйге алып барсаңыз, негативті үйден алып барудан басталады ғой негізінде. Ер азамат өзінің жұмысын, ол міндетсінудің қажеті жоқ. Ол сен міндетің да, мысалы, көп жағдайда бізде ер азаматтар міндетсініп жатады, ой, мен күні-түні жұмыс істеп жатырмын, сендер болсаңдар былай деген секілді. Жоқ, олай емес. Ол ер азамат оны өзінің міндеті секілді қарау керек, бірақ міндетсін айтуға да қажет емес. Сосын бізде көбінесе мынау жаңа басында айттық қой, жауапкершіліктер. Ол елдің асыраудың негізгі міндеті, ол ер азаматтың міндетіне кіру керек. Ол сен қалай да, ол қазіргі заманда ол ер азаматтың жаңағы кәсіп жасамай үйде жатуы, ол өте ұят нәрсе негізінде. Ұят нәрсе. Ал негізгі табысты сіздің жұбайыңыз әкеліп жатыр ма? Ол бір күн, екі күн, мысалы, бір жыл, екі жыл шыдауы мүмкін. Егер одан кейін жаңағыдай, отаға сен не істеп жүрсің деген секілді, сен міндетін атқармай жатсың ғой деген секілді, екеуміздің міндетіміз ауысып кетті ғой деген секілді. Сол үшін ол әйелдің тапқан табысы негізгі семьялық бюджетқа кірмеу керек қой, жанұялық бюджетқа негізінде. Ал егер бір жағынан шығысайын, көмектесейін деп жатса, ол әрине нұр үстіне нұр, енді ол еркекке де жақсы, бірақ дегенмен де оны бір жанұялық бір кіріс ретінде, ол әйел азаматтың тапқан табысын негізгі кіріс ретінде қарастырмау керек. Осыдан басталады да негізінде жанұядағы кикілжіңдер. Одан кейін мынау әйел азамат көбінесе, ер азамат көбінесе тыңдайды. Ер азаматтың бір қасиеті тыңдағанды жақсы көреді. Әйел адам көбінесе сөйлегенді жақсы көреді негізінде. Ол белгілі өзінің бір несі бар, лимиті бар, жаңағы бір күнде сол нәрсені сөйлеп тастау керек мысалы. Оны көбінесе жаңағыдай әйел адамдар бала шағамен жүргеннен кейін енді ол көп араласын етпейді, жаңағыдай балаға ұрсады, неге ұрсады деген секілді, баламен сөйлеседі. Енді келгеннен кейін сізді күтіп отырады жаңағыдай. Жұмыстан келесі сізді күтіп отырады. Сол бүкіл сол күні бойы болған жағдайларды сізге айтқысы келеді. Жаңағы баламен қалай болды, анау не істеді, мынау не істеді, ана бағасы қалай болып жатыр, мынау не деп айтты, қандай қылықтары бар деген секілді, қандай жаңа сөз сөйледі деген секілді. Оның бәрін сіз итеріп ысырып қойсаңыз,
ей қойшы басымды ауыртпашы жаңағы мен жұмыспен шаршаттым деген секілді ол бойына жинала береді ол әйелдің ішіндегі несін эмоциясын бүкіл жаңағыдай ішіндегі сөздерін ол шығарту керек жаңағыдай ол қай кезде ол шай үстінде болады ол жаңағы әңгіме барысында ол кешкі серуен деген нәрсе болу керек жаңағы жүріп сөйлесіп ішіндегі нелерін айтады көбісі үндемей ер азамат үндемей тыңдап жүреді деген секілді осыдан басталады одан кейін мынау бала шағамен қарым қатынас ол бала шағаның бүкіл несін сабағын бүкіл несін тәрбиесін әйелге итере салмау керек әйел ол әлсіз жаратылыс соның бәрін көтере алмайды ол нәрсені ол ер азамат араласып жүрген кезде оны көрген кезде оның да жаңағыдай жүрегі жай табады сол үшін әр баланың өзінің мінезі бар мінезге әр адамға әр жанұяның әр несіне баласына өзі бір жеке подход дейді ғой былайша айтқан кезде әр адамның өзі жеке бір қабілеттері де әртүрлі болады мысалы өз басым жай еркін әңгіме болып жатыр ғой мысалы өз басым үлкен бала мысалы математиканы жақсы көреді республикалық нелерге қатысып жатыр мысалы оны мысалы мен оны алып дінді оқытып мысалы құранды жаттатқызып жатқан жоқпын мысалы енді белгілі деңгейде жаттады мысалы мысалы жарты парадай жаттады енді оны бір әріне күштеп жаттатқызу ол баланың жаңағыдай сағын сындырмайын дедім да құран оқу біледі соны үйреттім да енді ол өзі жаңағы сол математика не жағын жақсы көреді сол жағын оқып жатыр қазір мысалы қыз баламды да жалпы негізгі нелерді үйреттік әдептерді үйреттік бірақ қыз балам мысалы сурет салғанды жақсы көреді оның өзінің бір жетістіктері бар айтайын деген нәрсем әр баланың өзінің бір қабілеттері бар соны әке ретінде көре білсеңіз сол кезде жанұяда бір жарапсыздық болады баламен өзі балалармен тіл табыса білген ер азаматтың да өзі оны көрген әйел азамат та ол сүйсінеді ғой негізінде сол үшін мынау ер азамат қорған бола білу керек қатты бір жаңағыдай бала ауырған кезде бас жылап жатыр сен бар қарашы деген секілді итере салмау керек бірге қарасу керек бірге неге бару керек емханаға бірге бару керек ол бәрін бірге жасаған кезде сол кезде жаңағы жанұяда бір үйлесімдік болады деп ойлаймын негізінде ол негізгі мәселе көп айтады ғой жаңағы қазір мынау жағдай қиын жаңағы анау мынау деген секілді нәрсенің себеп ол негізі ол емес жағдай енді бұрын одан сайын қиын болды одан бетер қиын болды қазір аллаға шүкір жағдайлар бәрі бар қазір жалпы әйел мен ер азаматтың арасында жақсы диалог жетіспейді ғой негізінде жақсы диалог жетіспейді сіз мысалы жай қарапайым не ретінде ер азамат ретінде оның жанұясымен жақсы қарым қатынаста болсаңыз әке шешесімен жаңағыдай анасымен бауырларымен мысалы ол егер олармен жақсы қарым қатынаста болсаңыз қандай да бір нәрседе тіпті мынау күйеу балаларың бірдеңе деп айтса анау өздері тияды да олар сен қыз сен сәл бақылап сөйле деген секілді бұл жерде енді жан жақты болу керек қой ол не болғаннан кейін үйдің отбасысы ер азамат болғаннан кейін ол үйдің президенті ол үйдің жаңағыдай мәдениет министрі ол үйдің жаңағыдай сауық неге үйдің денсаулық жағына да жауапты үйдің кірісіне шығысына экономикасына да жауапты мынау ойын сауық былайша айтқан кезде сол кештеріне де жауапты бәріне жауапты болу керек сіз ойламаңыз жаңағыдай біз тақия киіп тек мешітте жаңағыдай бір не секілді жүреміз ғой жаңағыдай үндемей жаңағыдай көп күлмейтін секілді бірақ үйде бала шағамен бала боламыз ол пайғамбарымыз да солай болған ат болып жаңағыдай өзінің немелерін арқалаған сол кезде бір жетім бала жылап әкем жоқ деп жылап отырған кезде кәне мен сенің әкең болайын деп жаңағыдай оны да арқалап неткен жағдайы бар да мысалы қарап отырсақ бұл біздің пайғамбарымыздың исламның жолы солай ғой негізінен мұсылман адам ол жанұясымен бөлек өзінің жаңағыдай достарымен бөлек жанұядағы шаттық ол негізгі мәселе әңгіме диалогта диалог дұрыс қалыптасса дұрыс шешілсе мысалы кей кезде бір қадам артқа жылжып екі қадам алға жылжитын кездер болады кей кезде жаңағыдай анау от секілді жаңағыдай бір әртүрлі нәрселер болады ғой енді бір қателікпен жасалған нәрселер болады сол кезде екі жақ бірдей көтерілмей лауламай бір жақ сөніп тұратын болса уақытша ол кейін лаулап өзіне өзі сөніп қалады мысалы оны от салған кезде одан сайын жаңағы күшейтудің қажеті жоқ енді ол саған хикмет керек қой негізінде хикмет те керек хикмет даналық керек ол оңай емес жалпы қазіргі кезде жанұяда татулық табу сол үшін екі жаққа да бірдей қарай білу керек екі жақтың мысалы әйел жаққа да жігіт жаққа да мысалы туыстармен жақсы қарым қатынаста болу керек бұл комплексный жұмыс қой негізінде ол тек қана еркек пен әйелдің арасындағы жағдай емес негізінде бұл жерде көп ер адамдардың мысалға арасында да кейде осындай әңгімелер туындайды материалдық жағынан барлығын жасап тұрмын ғой деген материалдық жағдай жетіспейді бұл жерде жаңағыдай рухани жаңағы балалар тәрбиесі бар жаңағыдай әңгімелесу бар кешкі серуен деген бар қызық оның тақырыптары болады жаңағы жақсы көретін тақырыптары болады жаңағы қызығушылықтары болады мысалы оның сүйіп жейтін асы болады қарапайым мысалы оның әр нәрсені білу керек қой сіз мысалы шашы жоқ адамға сіз тарақ сыйлай алмайсыз ғой мысалы сол секілді не нәрсені сыйлау керек екенін де білу керек енді ол
жай бір не қарапайым жаңағы жолда келе жатып, мысалы автокөлікпен келе жатса, жаңағыдай командировка ма, жаңағы жол сапармен келе жатса, жолда бір гүлді көрдіңіз, жолын түсіп алып, жаңағыдай апарып бердіңіз. Ол жаңағыдай сіз гүлдің құны үшін сізді бағаламай, жаңағы сізді сол есіне алып, жолда келе жатқан соны түсіп алып апарып бергеніңізді бағалауы мүмкін. Енді ол қарап отырсақ, жай бір әйел адамның несі бір көңіл күйін көтеретін нәрселер өте көп қой негізінде. Сол біле білу керек жалпы ер адам ретінде. Дұрыс айтасыз, иә. Хамзат имам, сізге үлкен рахмет. Осындай тамаша нүктеде тоқтайтын боламыз. Енді біздің студиямызға бірінші рет келіп отырсыз. Енді бұған кейін де тағы да кездесеміз деген ойдамыз. Әлбетте келіп тұрмыз, есігіміз сізге ашық. Басқа да біздің облысымыздың, енді сіз мана атап өттіңіз, имамдарымыз бар, тамаша ұстаздарымыз бар. Сол кісілерді біздің студияда күтеміз. Бұл рухани тәрбие деген өте маңызды нәрсе. Қазіргі заманда, заманауи кезде, мысалы бізде интернет кеңістіктегі ақпарат көздері көп болған кезде де осындай тәрбиелік біздің кездесулер, сұхбаттар көп болу керек. Дұрыс айтасыз, иә. Үлкен рахмет.